Жанымызда Айнұр мен үшінші ұл келін бар. Былғары киім алатын бір дүңгіршікке кіріп бара жатқанымызда бір әйел арт жақтан келіп: «Бәке, не іздедіңіз? Алатын болсаңыз төменгі бағамен түсіріп беремін» деген дауыс құлағыма таныс секілді естілді. Сөйтіп ақырын бұрылып қарасам, баяғы Махаббат. Біршама жасқа келсе де реңін бермепті. Оны бірден таныдым. Алайда тура осы жерде оны кездестіремін деп ойламаппын. Ол да мені көріп бірден таныды. Қапелімде сасып қалды ғой деймін. Маған бастан аяқ бір қарап шықты да, аузы ашылып, жүзі қурап кетті. Осы кезде жаныма қызым келіп: «Әке, анда сізді мамам шақырып жатыр, іздегенімізді таптық, сізге көрсетейін деп еді» дегенде Махаббат Айнұрға тесіле қарады. Жанарына жас толып маған сұраулы жүзбен қарап еді. Мен: «Маман шақырып жатыр ма? Жүре ғой жаным, көрейікші сенің маман керемет қой» дедім де Махаббатқа қарап: «Менің іздегенім сіздің дүңгіршігіңізде жоқ екен» деп қызымды құшақтап маңдайынан иіскеп шығып кеттім. Ол сол тұрған жерінде қатты да қалды. Шығып бара жатып көз қиығымен оның жанары жасқа шыланып жылап тұрғанын байқадым. Іштей өзімнің аяқ-қолым қалтырап әлгі жерден тезірек кетуге асықтым. Жер домалақ дегендей Махаббатты да кездейсоқ кездестіріп қайттым. Алайда жүрегімде оған деген тек аяушылық сезім ғана болды. Сөйтіп сұлу қызыма Алматының төріндегі мейрамханалардың бірінде дүркіретіп тұрып ұзату тойын жасадым. Тойға бүкіл туған-туыс, құда-жекжат, дос-жаран барлығы келді. Бәйбішенің төркін жағы да келді. Баяғы Сәбираш та ол күнде балалардың алды үйленіп, апа атанған салиқалы әйел болған еді. Қуанышымызға ортақтасып, қызымызды қимай-қимай жанарымыз жасқа толып, құтты жеріне шығарып салдық. Кетерінде Айнұрымыз сыңсу айтып, анасы мен бауырларын қайта-қайта құшақтап, сондағы келген қонақтардың барлығын жылатып кетті-ау. Қыз деген ыстық болады екен шіркін. Айнұрымды қимай жүрегім ауырды. Күйеу балам адалынан болып қызымды жылатпай, алақанына салып қадірлесе екен деп, іштей қызыма бақ тілеп қала бердік. Сол тойда жүгіріп, билеп, жақсы жүрген гүлім тойдан кейін қан қысымы көтеріліп, және ауруханаға түсті. Жағдайы қатты нашарлап жатқанында жанымда дегбірім қашып, уайымдап отыр едім. Маған қарады да: «Тәкебай, сені кешірдім, бала-шағаға ие бол» деп тамағы қарылғып, көзінен ыстық жас моншақтап, әрі қарай жүзін бұрып алып кетті. «Гүлекке, мұның не?» деп мен де көңілім босап сөйлей бастадым. Қолымен «шықшы» дегендей ишара жасады. Мен амалсыз орнымнан тұрып шығып кеттім. Дәрігерді іздедім. Бәйбішемнің жағдайын сұрамақ болдым. Сөйтіп екінші қабатқа көтеріліп дәрігерді сұрасам, отада екен. Содан сыртқа шығып таза ауамен демалайын деп ағаштың көлеңкесінде жайғастым. Жанағы гүлімнің жайына көңіл босап еңкілде жылай бердім. Содан не керек? Бәйбішемнің жағдайы дұрысталмады. Беті бері қарамады. Сыртта қанша отырғанымды білмеймін. Бір кезде жанары жасқа шыланып, жаныма үлкен ұлым келіп: «Әке, анашым бізді тастап жүріп кетті. Бекем болыңыз» деп еңкілдеп жылап жіберді. Мұны естігенімде құлағым шыңылдап, жан дүнием езіліп өкси бердім. Қайран гүлім, ақ бәйбішем, осылай өмірден ерте өтіп кетті. Бәйбішемнің қадірін білмеген екенмін. Енді өкінгенмен маған обалы жоқ. Гүлімнің жаназасынан кейін осы уақытқа дейін бетіме келіп сөйлемеген ұлдарымның ең кенжесі ызаға булығып, жылап тұрып, анамды сіз
кеттіңіз. Жек көремін сізді. Анамның орнына қара жерге сіз кіруіңіз керек еді, деген сөздері жүрегіме қанжардай қадалды. Өмірден баз кешіп кеткім келді. Ащыда болса солай шығар. Арақ іштім, қыдырдым, тоқалдан тоқал алып жүрегін ауырттым, амал қанша. Ұлыма ләм-мим деп жақ ашпадым. Үлкен ұлдарым кенжеме, «Өй, қойсаншы, не деп тұрсың? Әкемізге қалай олай сөйлейсің?» деп ұрсып жатты. Алайда оныкі рас. 90 тоқал алғанша бәйбішен аман болсын деген сөзді естен шығармаған жөн. Ақ бәйбішем жатқан жерін жайлы, топырағын торқа болсын. Бұл фәниде мен қанша жүремін, ерте ме кеш пе соңыңнан барғанымда мені қабылдайтын шығарсын. Ақ бәйбішем өмірден өткенінде біраз уақыт болып қалды. Осы уақыт аралығында ол жайлы ойламаған күнім болмапты. Келіндерім де апаларын аруағына бағыштап, жұма сайын 7 шелпек салуды ұмытқан емес. Гүлім бәйбішеме ендігі Құран бағыштап дұғада болсақ, онан басқасына не шара? Ол кеткен соң уақыт өте, жер дүниеге сыймай жүрдім. Ол мен келін немерелердің жөні бөлек. Әйтеуір менің өткенімде жіберген қателіктеріме көз жұма қарап, әке ретінде әлі күнге дейін төрден орын беріп, жақсы көріп сыйлап келеді. Кенже ұлым да анасының қазасына көндігіп, кейінірек кешірім сұрады. Балаларымды осылай етіп тәрбиелеген бәйбішем еді. Мен қызық қуып жүргенімде олардың тәрбиесіне мүлде мән бермегем. Отбасым бар, бала-шаға аман-есен өсіп жатыр деп бәйбішем мен ата-анама сеніп жүре берген екенмін. Әрине оқырманның айтып жатқандары дұрыс. Алтынның қолда барда қадірі жоқ деген осы екен. Ақ бәйбішемнің қадірін өте кеш түсінген екенмін, амал қанша. Бәйбішем өмірден шаршады ма, менен шаршады ма, соңғы рет ауруханаға түсіп қалғанда өмір үшін күреспеді. Ажалға тез көндіге салғандай болды. Ертерек мәңгілік тыныштыққа кеткісі келді деп ойлаймын. Оны мұндай күйге түсірген мен едім. Енді өкінгенмен не шара?